Сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Бүгін 5-ші дәріс тақырыбы мұнай мен газды айдаудың және ректификациясының, мұнай фракцияларын тазартудың, депарафиндеу, май дистилляттарын адсорбциялық және каталитикалық өңдеудің теориялық негіздері. Сабақтың жоспары: отынды өңдеудің негізгі реакцияларын термодинамикасы, ыдырау, изомерлену, дегидрлеу, гидерлену, ароматтау, конденсациялау. Мұнай шикізатын өңдеудің физика-химиялық процестері, мұнай мен газды айдауға арналған заманауи өнеркәсіптік қондырғылар. Мұнайды айдаудың технологиялық қондырғылары мұнайды фракцияларға бөлуге және кейіннен оларды тауарлық мұнай өнімдерінің құрамдас бөлігі ретінде өңдеуге немесе пайдалануға арналған. Олар барлық мұнай өңдеу зауыттарының негізін құрайды. Оларда мотор отындарының майлау майларының қайталама процестерге және мұнай химия өндірістеріне арналған шикізаттың барлық дерлік компоненттері өндіріледі. Алынған компоненттердің ассортименті мен сапасы және мұнай шикізатын өңдеудің кейінгі процестерінің техникалық-экономикалық көрсеткіштері олардың жұмысына байланысты. Мұнайды айдау процестері атмосфералық құбырлы АТ және вакуумдық құбырлы ВТ немесе атмосфералық вакуумдық құбырлы, яғни АВТ қондырғыларында жүргізіледі. Мұнай айдау қондырғысының фракцияларын пайдалану бағытына байланысты әдетте отын май немесе отын май деп аталады және сәйкесінше мұнай өңдеу нұсқалары бойынша. АТ қондырғыларында отын, бензин, керосин, дизель фракциялары мен мазут алу арқылы мұнайды таяз айдау жүзеге асырылады. ВТ қондырғылары мазутты айдауға арналған. Олардан алынған газойль, мұнай фракциялары және шайыр, отын, майлау майлары, кокс, битум және басқа да мұнай өнімдерін алу үшін оларды кейінгі өңдеу процестеріне шикізат ретінде пайдаланылады. Қазіргі мұнай өңдеу процестері сусындандыру және тұзсыздандыру, екінші реттік айдау және бензин фракцияларын тұрақтандыру процестерімен біріктірілген. Бірлік қуаттылығы үлкен зауыттардың артықшылықтары айқын. Оларға өнімділігі төмен зауыттармен салыстырғанда жоғары еңбек өнімділігі және төмен капиталдық және пайдалану шығындары жатады. Құрамында еритін газ және бензин фракциялары және 350 градус Цельсий температураға дейін фракциялары бар жеңіл майларды айдау үшін атмосфералық мұнайды қолданған жөн. Қосарланған булануды айдау, яғни алдын ала толтыру колонкасы бар қондырғылар және ішінара толтырылған майды жанармай фракцияларына және мазутқа бөлуге арналған бүйірлік ашу секциялары бар күрделі айдау колоннасы бар қондырғылар. Отандық мұнай өңдеуде мұнайды атмосфералық айдауға арналған екі бағаналы қондырғылар кеңінен қолданылады. Олардың жеткілікті технологиялық икемділігі, әмбебаптылығы және әртүрлі фракциялық құрамдағы майларды өңдеу мүмкіндігі бар. Өйткені потенциалдан 50-60% бензин алынатын бірінші баған тұрақтандырғыш функцияларын орындайды. ЛО АВТ қондырғысының мазутты вакуумдық айдау блогы отын профиліндегі мазутты вакуумды айдау қондырғысының негізгі мақсаты каталитикалық крекинг, гидрокрекинг немесе пиролиз қондырғыларының шикізаты ретінде пайдаланатын кең фракциялық құрамды вакуумдық газойль алу және кейбір жағдайларда дистилляттық крекинг қалдығын ала отырып термиялық крекинг, жоғары сапалы мұнай кокстарын алу мақсатында одан әрі кокстауға жіберіледі. Мазуттың бөлінуінің анықтығы әдетте вакуумдық газойльдің фракциялық құрамы мен түсіне байланысты бағаланады. Соңғы көрсеткіш шайырлы асфальтенді заттардың құрамын, яғни кокстелгіштігін және материалдың құрамын жанама түрде сипаттайды. Металл органикалық қосылыстардың вакуумдық газойльға енуіне жол бермеу үшін кейде шикізатқа аз мөлшерде силоксан типті антипенді қоспа енгізіледі. Вакуумды айдау процесінде сұйықтықты тасымалдау проблемасынан басқа мақсатты өнімді оның айтарлықтай ыдырауынсыз минималды таңдау үшін қолайлы жағдайларды қамтамасыз етуге баса назар аударылады.
Хош иісті көмірсутектерді өндіруде бастапқы бензин қайнаудың температуралық шегі бар келесі функцияларға бөлінеді. 62-85 градус температурада бензол, 85-105 градус температурада толол, 105 градус температурада ксилол. Жанармай өңдеу бағытында тікелей айдау бензиндерін екі фракцияға бөлу жеткілікті. Тұрақтандырылған бензинді тар ароматерапиялық фракцияларға бөлудің ең тиімді схемасы ретінде Ellow АВТ қондырғысының тұрақтандыру және қайталама айдау блогында әдеттегілей қайталама айдау бағандарының қосудың дәйекті параллельді схемасы таңдалынады. Осы схемаға сәйкес тұрақтандырудан кейінгі тікелей бензин алдымен аралық фракцияларға бөлінеді, содан кейін әрқайсысы кейіннен тар мақсатты, яғни өзінің мақсаттарына байланысты фракцияларға бөлініп отырады. Каталитикалық реакция және катализаторлардың жіктелуі. Жоғары молекулалық көмірсутектік шикізаттарды физик-химиялық өңдеу технологиялары қажетті құрамды және сапалы өнімдерді алуға мүмкіндік береді. Көмірсутек өнімдерін алу өндірісін реттеу мүмкіндігі бұл технологияларды тауарлы мұнай компоненттерін физикалық әдістерінің көмегімен алуға негізделген. Көмірсутектік шикізаттарды өңдеудің физик-химиялық технологиялар негізінде алынатын көмірсутектік компоненттер физикалық әдістер көмегімен алынған компоненттермен салыстырғанда олардың қасиеттері ерекше болады. Шикізаттарды физикалық өңдеу арқылы алынған өнімдердің құрамында тек табиғи көмірсутектер болады, ал физика-химиялық өңдеу технологияларының көмегімен сапалы тауарлы өнімдерді алуға негіз болатын нақты құрылысты қосылыстар алынады. Сонымен қатар физика-химиялық өңдеу технологиялары тауарлы өнімдердің ресурстарын кеңейтуге мүмкіндік береді. Арнайы термокаталитикалық процестерді қолдану арқылы дәстүрлі мұнай шикізаттарынан ректификациялық айдауға қарағанда 20-25% жоғары сапалы мотор отындары алынады. Термокаталитикалық процестерде көмірсутек шикізаттарын өңдеуде бір мезгілде жоғары температура және катализаторлар қолданылады. Термокаталитикалық процестерге каталитикалық крекинг, реформинг және тағы басқалар жатады. Соның ішінде изомерлеу, алкилдеу процестері газдарды және төмен молекулалық сұйық көмірсутектерді өңдеу арқылы жоғары октанды отын алуда маңызды рөл атқарады. Осымен дәрісіміз аяқталды. Сау болыңыздар.